Дүниежүзі тарихы, иә? Так, қысқасын айта ғой. Қанша болады бұл? Тізім бойынша 24, қазір 20 жоқ. Отыра ғой. Отыра қойыңыздар бүгінгі тақырып. Мемлекет түсінігі, мемлекеттің пайда болу теориялары. Мемлекет бүгінгі сабақты әдеттегі тақырып бойынша талдаймыз. Жүзгі әдісі бойынша сіздер мемлекет дегеніміз не? Жаңа айттыңдар ма басында? Не мемлекет дегеніміз? Бірінші оның несі болады? Шекарасы болады. Айтамыз, мемлекет дегеніміз не? Кім айта алады? Мемлекет бұл бір белгілі және халқы басқару жүйесі бар саяси ұйым. Иә, басқару жүйесі бар саяси ұйым деген ғылыми тілде айтып тұрсыз, жаңа қарапайым тілде айтпайсың. Отыра ғой жарайды. Дұрыс. Сабақты былай біршама қорытындылай айтқанда, мемлекет түсінігі, мемлекет теориясы, қалыптасуы, маркстік теория бойынша біршама талдадық қой біз. Содан кейін адамның ақыл ойының дамуы, ең бірінші басында көрсеттім, меншікке деген көзқарас адамдардың. Қалыптасуы, адамдардың арасында билік жүргізу. Биліктің жүргізуі иерархиялық жүйемен келе жатты да қайда мемлекеттің қалыптасуына алып келді. Енді қарапайым тілмен айтқанда, қазір сіздер сабақтың басында біз Қазақстан мемлекетінде тұрамыз деп айттыңыздар. Дұрыс, қазіргі атауы мүлде басқаша. Формасы басқаша дейікші. Мемлекет, оның басқару формаларын айттыңыздар жаңа. Басқару формасы. Жаңа монархия. Келесі? Республика. Анархиялық билік. Теократиялық билік. Тираниялық билік, аристократиялық билік. Қазіргі енді осылардың биліктің басқару формасындағы жеке тұлғалардың саяси көзқарасы ғой. Содан кейін қазір біз бір сөзбен мемлекетті басқаруды қайтеміз біз халықты. Демократиялық билік. Енді барлығымыз демократиялық қоғамда өмір сүреміз дейміз ғой. Сондықтан осы демократиялық көзқарас, мысалы, әлемдік соғыстарды бастаған, миллиондаған адамдардың қанын төккен, айтамыз ғой біз. Екінші дүниежүзілік бастаған, соғысты бастаған Гитлерді, мысалы, көп оқулықтарда оны кім деп көрсетеді? Тиран. Өйткені ол сол абсолютті түрде. Оның жаңағы заңы толығымен мемлекетте үстемдік етеді, жеке тұлғаны тиран. Сөйтіп ол ойына келген жалпы мемлекетті өзінің ісін қайта алады, ешкімнің шешімінсіз жүргізе алады. Әрине, ондай болған соң ол жерде қатыгездік, адамға деген өшпенділік, жалпы моральдық тұрғыдан өте бір қатты бойынша ұлы тұлғалардың, философтардың ең бірінші бағана сабақ барысында мен айтып өттім ғой, мемлекеттіге алғашқы анықтама берген өзінің трактатында бұл Аристотель. Мемлекет дегеніміз не деген? Саяси мемлекеттің басқару және оның қалыптасуына өздерінің көзқарастары теократиялық дұрыс. Келесі айта қойшы, сен иә. Қолын көтердің ғой. Айтшы. Теократиялық мемлекеттерге Иран мен Ватикан жатады. Иран, Ватикан, яғни отыра ғой. Теократия деген өзі атында тұр. Мемлекетте не үстемдік етеді? Дін үстемдік етеді. Мына феодалдық қоғамда ежелгі орта ғасыр мемлекеттердің Рим папасының батыс Еуропада күшейтіп басқару атауы. Қазақстан Республикасы, Өзбекстан Республикасы. Яғни мемлекеттің түрі қалай? Республика. Сол ежелгі Римнен басталды деп айтуға болады. Келесі монархия кетті, республика кетті. Сіздерді белсенді болса, тағы қандай? Теократия? Теократия дегеніміз не? Мемлекеттің басқару формасы. Айта қойды. Теократия. Теократия дегеніміз тікелей басқарушының қолында болатын мемлекеттік басқару. Тікелей басқарушының қолында, яғни билікті абсолютті ұстайтын адам, теократиялық билік. Қосымша айта қойшы. Теократия дейді. Яғни мықты құлақтарыңызға құйып алыңыздар. Теократиялық билік деген діннің үстемдік құратын жері. Яғни билікте дін алдыңғы орында тұр деген сөз. Дұрыс. Келесі қандай жаңа? Алтауын айттық қой біз? Тирания. Тиран басшы екен. Өңірде осындай тирандар басқарды сіздер тарихтан өтесіздер ғой, немесе естисіздер. Тирания биліктің ең қатыгез әділетсіз түрі. Онда билікті бір адам немесе шағын
шағын топтың қолында болады, ал халықтың еркіндігі қатты шектелген. Халықтың өз атында тұр ғой тирания. Тирандық мемлекеттер, тираниялық мемлекет. Дұрыс. Осыны құлақтарыңыз қойып отыра. Қандай мемлекеттер бұл? Ежелгі сіздер жаңа қайда өз? Ежелгі Рим. Жоқ. Сол ебелшілік қоғам, ақсүйектер. Ой, бұлар жаңағы ақсүйек биліктер, аристократтар дейміз. Жаңағы сіздер айтып отырған корольдіктер, императорлық жүйелер, монархиялық биліктегі тұлғалар, олар өздері сол сословия, қандай сословияның адамдары? Аристократия. Ол солай қалыптасқан. Оны солай сіз қайтесіз, қабылдайсыз. Әрине, адамның бәрі бірдей ғой, ол ешқандай да оған не болуын қажет жоқ. Бірақ билік этикасына келгенде, ежелгі құл ебелшілік қоғамнан қалыптасқан осындай касталық жүйе бар. Алғаш құлдықтар, одан қарапайым шаруалар дейміз, абыздар дейміз, осындай жоғары келіп чиновниктер, одан ең жоғары биліктегі тұлғаларды кімдер дейміз? Аристократтар. Аристократия. Өз атында тұр ғой. Аристократиялық билік. Кім айта алады аристократия? Жалпы аристократия дегеніміз не? Айтса болады. Айтады. Тегі бай, мәртебесі жоғары адамдарды айтады. Жоғарғы сословиялық дейді, дұрыс та. Мысалы, Батыс Европа жалпы биліктің отырауы басқару системасында ең жоғарғы елдіканы кімдер дейді? Аристократтар. Олар әрине, олар билік олардың қолында, олар отырауы. Дұрыс, алғаш біздің заманымыздан мына Рим империясында императорлық басқару құлағаннан кейін республикалық басқару, яғни халықты, өйткені Рим империясының өзінде алғашқы сенат дейміз, халықтың арасынан беделді адамдар шығып, мемлекеттің басшыларының өзінің ықпалын жүргізу, магистрлар алғашқы осы Рим империясында қалыптасты. Сондықтан да дұрыс, алғашқы республика атауы ежелгі Римде қалыптасты. Сол сіздер бір ежелгі фильмдерді көрсеңіздер, мысалы Гладиатор деген фильмді қарасаңыздар, сол жерде республиканың қалыптасуы көрініс. Монархия, моно деген сөз. Моно деген не өзі? Моно деген бұл бір жеке жеке, жалғыз. Монотеист дейді, монолог дейді ғой, бір деген мағынада дұрыс айтып отырады. Тағы кім толықтырады? Монархиялық мемлекеттер ежелден қалыптасқан ғой мемлекеттің басқаруы. Қандай қазір қандай монархиялық мемлекеттер? Айтамын. Ұлыбритания монархиялық мемлекет. Конституциялық монархия, Жапония, Сауд Аравиясы, тағы Марокко жатады. Мына бір нәрсені білу керек. Жаңағы монархиялық мемлекеттердің өзінің басқару формалары. Жаңа сіз Сауд Аравиясы дедіңіз, Сауд Аравиясы монархиялық мемлекет. Дұрыс, барлықтарыңыз тыңдаңыздар. Монархиялық мемлекет. Бірақ оларды абсолютті басқару. Яғни әкеден балаға келіп отыр. Сосын биліктер монархиялық король, Сауд Аравиясында король мысалы. Ол толығымен 100% мемлекетті қайтеді ол. Ішкі және сыртқы саясатын толығымен жүргізеді. Яғни билік монархтың, корольдің толығымен қолында. Ал сіздер айтып отырған Жапония немесе Ұлыбритания, олар да монархиялық мемлекет. Бірақ олар қандай? Конституциялық. Жапонияда император бар, Ұлыбританияда король бар. Бірақ олар конституциямен билігі шектелген. Олар 100% мемлекеттің ішкі сыртқы саясатын жаңағы Сауд Арабиясы сияқты басқармайды. Оларда символикалық түрде. Жаңағы король бар, император бар, бірақ ол 100% мемлекетті. Олар конституциямен олардың билігі қайткен, шектелген. Яғни атадан балаға әрине қалады, бірақ ол толығымен мемлекетте билік жүргізе алмайды. Өйткені король Жапонияда немесе Ұлыбританияда премьер-министр бар, халық сайлап, сол мемлекет басқаратын адам бар, саяси ішкі саясаты. Бірақ символикалық түрде жаңағы монархиялық мемлекет оларда король немесе император бар. Осыны мықтап құлақтарымызға құйып алыңыздар. Яғни мемлекеттің монархиялық басқару формасы. Келесі қандай? Сіздердің барлықтарыңызға жаңағы мемлекеттің басқару формаларын айттым ғой. Осыған байланысты интернет жүйесін қолдануға қазір мүмкіндік беремін. Өйткені жаңағы қандай мемлекеттерді болды, қай мемлекеттер осы басқару жүйесінің этаптарынан өтті. Бұл енді мемлекет мына интернетте көрсетілген. Сол туралы да жаңағы
командалық жұмыста қарап отырып міндетті түрде жазылыңыздар. Жай ма? Енді осыларды сіздер мына оқулықты міндетті түрде пайдаланыңыздар. Және осы мемлекеттерге қандай мемлекеттерге сипаттама бере аласыңдар. Анархиялық мемлекет қандай мемлекет болды, немесе республика алғашқы қай жерде қалыптасты, немесе аристократиялық мемлекеттер. Осыларды мемлекеттің енді бұл басқару формалары ғой. Осылар туралы қазір бәрін дәптерлеріңізге, мына оқулықтарыңызды қараңыздар. Осы жерде міндетті түрде жазылады. Соған анықтама әр топ өздері бір-бір спикерлердің демократиялық көзқарастарыңыз осы мемлекетті талдауға, оның саяси жүйесін көруге, осы жерде анықтап айтуға мүмкіндік беріп отыр деп айтуымызға болады. Дәптерлеріңізге жазыңыздар. Үлкен трагедия. Тирана, ол жабық мемлекет емес. Енді құлдық дәуірден қарап отырғанда, бұндай атаулар, бұндай мемлекет басқарған тұлғалар басқару. Сіздерге бердім ғой? Кім айтады? Айта отырмын. Барлықтарыңыз айтыңыздар. Республика бұл мемлекеттік басқару түрі. Онда жоғарғы билік сайлау арқылы белгілі бір мерзімге халықтың өкілдері беріледі. Республикада халық мемлекеттің басты билік көзі болып саналады. Халық биліктің басты көзі болып саналады. Отыра ғой. Мысалы, алғашқы республикалық мемлекет болды. Сіздер ежелгі дүние тарихынан бұны өттіңіздер. Айта ғой. Римде қалыптасты. Біздің заманнан бұрын, заманға дейін 509 жылы қарап оқиыншы. Қалыптасып арқылы оның орнына халықпен сайланған өкілдері басқаруға қатысатын республика жұмысы орнады. Республика ол латын сөзінше, латынша халықтың ісі деп аталады. Халықтың ісі, халықтың басқаруы деген. Алғашқы тарихы туралы сіздерге қысқаша мына жерде ақпарат бар. Осы міндетті түрде қазір дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. 2-3 минут уақыт кететін шығар. Жазыңыздар. Мемлекеттің пайда болуының, дамуының түрлері. Яғни алғашқы мемлекеттер қалай қалыптасты? Жаңа сіздер өздеріңіз айттыңыздар ғой. Ежелгі Египетте, дұрыс Ніл өзенінің бойында дедіңіздер. Ежелгі Египетте, ежелгі Қос өзенінде, кейбіріміз Евфрат өзенінің бойында. Жалпы өзендердің бойында қалыптасты. Қандай белсенді. Барлықтарыңыз қосылыңыздар. Монархия бұл мемлекеттік басқару формасы. Онда жоғарғы билік бір адамның монархия, патша, король, хан, империялардың қолында болады. Монархия қысқаша айтқанда елді басқару болып саналады. Дұрыс. Теория. Оны кеңес үкіметіне қалыптастырып, практика жүзінде қойып көрді. Бірақ кеңес үкіметі оның ішінде Қазақстанда болды, өздеріңіз білесіздер. Қайтты. 90 жыл қыдырып, бұл теорияның әлі негізсіз екенін адамдардың барлығы тең правалы, адам қанайтын процестердің барлығы жоқ болу керек. Яғни барлық дүние тегін болу керек. Мемлекетті басқарудың 6 формасын айтты ғой жаңа. Тирания бар, аристократия бар, республика бар, анархия бар. Осы 6 формасын әр топ өздеріңіз анықтамасын жазыңыздар қазір. Өйткені бұл просто бірінен құлақтарыңыз бұған үйренген болуы мүмкін. Жалпы айтыңызшы. Тағы басқаларыңызда белсенді отырсаңыздаршы. Бұл өндіріспен жаңағы жеке кәсіптің немесе өндірістегі тауарлардың сатып алу или сату арқылы бір экономиканың тауар ақша қарым-қатынасының нәтижесінде рыноктық дейді ғой, нарықтық қатынастың нәтижесінде қалыптасқан экономикалық жүйе немесе экономикалық қоғам. Ұқтама, экономикалық қоғам. Келесі. Ірі мұна өндіріс орындарының пайда болуы, зауыттардың, фабрикалардың пайда болуы бұрынғы феодалдық жүйенің қажетсіз екенін дәлелдей бастады. Сөйтіп өмірге қандай қоғам қалыптасты? Капиталистік қоғам. Маркс теориясы. Сіздер енді феодалдық қоғам туралы не? Жалпы оның қызметі қандай? Қай жерлерде феодалдық мемлекеттер туралы нақты айтып жазып қазір маған осы жерде дәлелдеп берсе. Әр топ өздері жеке осы қоғам туралы өздеріңіздің ой пікірлеріңізді айтасыздар. Сонда мемлекеттің қалыптасу формасын біз біршама түсінетін боламыз. Теория Батыс Еуропа тарихына негізделген.
Сондықтан жаңағы дұрыс жер иесін феодал, ал бұрынғы құл болған адамдар феодалдың жерінде жұмыс жасайтын. Олар кім деп айттық? Шаруалар. Мына шаруаның өзін кейіннен білген обрат, машина деп оны енді сіздер кейін талдай жатасыздар. Негізінен осы феодалды өттік, ежелгі Қытайды өттік, ежелгі Грекияны өттік. Осылардың бәрі ежелгі алғашқы классикалық қалыптасқан мемлекеттер. Олар қай дәуірдің мемлекеттері болды? Құл иеленушілік қоғамның алғашқы мемлекеттері болды. Сіздерді жаңа топқа бөлем деп отырғаным сол ғой. Қайсы? Алғашқы маркстік теория бойынша қоғам аяна. Сендер құл иеленушілік қоғам. Осыған байланысты қазір құл иеленуші деген не? Қоғамның қандай қызметі бар? Жалпы сіздердің түсініктеріңізді осы жерде қазір ақылдасып талдай бересіздер. Түсінікті ме? Феодал дегеніміз не өзі? Айтыңызшы. Феодалдық дегеніміз орта ғасырларда қалыптасқан қоғамдық экономикалық жүйе. Бұл жүйеде дегеніміз не өзі? Феодал атында тұр ғой ол. Феодал деген енді. Феодалдық қоғам бұл үлкен жер иеленуші. Феодал деген жалпы жер. Феодал жер иесі. Маркстік теория бойынша құл иеленушілік қоғамдар мемлекеттер. Қандай мемлекеттер еді? Айта қойыңызшы? Айта. Ежелгі Мысыр, ежелгі Грек, ежелгі Мысырды өттік. Тағы қоғам. Құл иеленушілік қоғамдар сіздермен осы биыл сіздер сентябрь айында, қыркүйек айында келгенде ежелгі мемлекеттер өттік қойыңыз. Мына өркениеттерді. Греция, осыларды қазір біреу тұрып айтсаңдаршы қазір. Қауымдық кезеңнен кейін қандай кезең қалыптасты? Құл иеленушілік қоғам. Құл иеленушілік қоғам дегеніміз не өзі жоқ? Айтыңызшы, құл иеленушілік қоғам деген өткен жылы айттық қой. Құл иеленуші мемлекеттер бұл қоғамның тарихи дамуы. Дауысын шығарып айтыңыз. Бұл қоғамның тарихи дамуындағы алғашқы топтық мемлекет түрі. Дұрыс. Алғашқы топтық мемлекет түрі. Отыра ғой. Сіздер өткен қоғамды 5 формацияға бөлеміз. Өткен жылы осы туралы айтылды ғой. Алғашқы жаңа дұрыс айтасыз, тас дәуірінде алғашқы адамдар қандай құрылыс? Қандай құрылыс деп едік? Алғашқы қауымдық құрылыс. Алғашқы қауымдық құрылыс. Сіздер маркстік теорияны өттіңіздер, алғашқы адамзат қалыптасуы. Қай дәуір? Тұрып шығарып тас дәуірі. Тас дәуірі өз бірнеше кезеңге келеді. Табиғи теория. Бұл теорияны жақтаушылардың пайымдауынша мемлекетті, құқықты ешкім ойлап тапқан жоқ. Олар адамның өзі сияқты табиғаттан бастау алып, әділеттілікке негізделген абсолюттік ұғымдарды атайды. Таза бұл философиялық көзқарас. Үшінші маркстік теория. Енді мен сіздерге бүгінгі сабақта бірнеше теорияны үйге де талдаймыз, үйге де беріп талдаймыз. Бүгінгі біздің сабақта негіз маркстік теория бойынша мемлекеттің қалыптасуы туралы сабақты қарастыратын боламыз. Маркстік теория. Мемлекет қоғамдық еңбек бөлінісінің отбасы. Бекзат айтады, оқып шық, талдаймыз ғой қазір. Бір теория жақындаушыны пайдаланушыға мемлекеттік құқықты екінші... Сен көзің кетпей тұрма. Отыра қойшы. Кім нақты оқи алады? Адамдардың біріккен психологиялық көзқарасы, іс-әрекеті, мінезі, тәртібі бәрі келісіп, ұжымдық түрде басқару деген тұжырымға негізделген. Бұл психологиялық теория. Келесі. Тәртібі бәрі келісіп, ұжымдық түрде басқару деген тұжырымға негізделген. Отыра. Бірнеше талдау жасаймыз. Мемлекеттің пайда болуы туралы бірнеше теория қалыптасқан. Сағынасаңыздар, психологиялық теория. Қызым айтамыз, оқып бастай берейік. Осы тақырып бойынша енді қысқаша біз талдау жасаймыз. Мемлекеттің пайда болуы туралы аяқталды. Жаңа жауап берген балалар бойынша байлықтарыңызды балмен бағалаймын. Келесі үндемей отырған бірталай бала болды. Келесі жолы сіздердің белсенділіктеріңіз қажет. Түсінікті ме? Рахмет. Өмір сүріп жатсыз. Енді бұлай ойлайсыз тұр. Аяда қайда өмір сүріп жатсың сен? Қазақстанда.
Қазақстан деген не ол? Мемлекет. Мемлекеттің қарапайым ғана анықтамасын айта аласыздар ма? Дұрыс. Қазақстан деген мемлекет. Мемлекеттің нелер болу керек? Мемлекеттердің өзінің шекарасы болу керек. Бірінші мемлекеттің шекарасы болу керек. Және өзінің ұстамдары болу керек. Халқы болу керек, заңы болу керек, конституциясы болу керек. Елтаңбасы, туы. Ұлттық рәміздері болып отыра қойды. Бүгінгі сабақ жалпы әдеттегідей тақырыпты ашамыз, мәселені қарастырамыз, талдаймыз. Өткен сабақтар бойынша келесі сабақ бүгін жаңа тарау басталады негізінен. Қарапайым ғана сендерге былай сұрақ қояйыншы. Бері қараңдар. Абай. Қайша абай? Телефондарыңды алыңдаршы. Осы қоғамның азаматысыздар. Сіздер қайда тұрып жатсыздар? Сұрақ. Қарапайым ғана жауап бере беріңіздерші. Қайда тұрып жатсыздар? Қайда тұрып жатсың? Қазақстанда. Дұрыс, Қазақстан деген не ол? Мемлекеттің. Әдеттегідей дүниежүзі тарихы бойынша келесі тарауды өтетін боламыз. Сабақтың әрқиссасы тақырыпты ашу, қандай тақырып өтеміз, қандай мәселе қарастырылады. Жалпы сіздер оның түрлері шығыс елдерінде, дұрыс айтасыздар алғашқы мына Иран, Үндістан, Араб, шығыс типтегі елдерде, оның ішінде Египетте қосамыз. Мемлекеттің қалыптасуы негізінен қоғамдық меншікті қорғаумен байланысты. Қоғамдық меншікті қорғаумен. Түсінесіздер ме? Себебі алғашқы қоғам ыдырау кезінде бұл елдерде күрделі құрылыстар болды. Ірі су каналдарын жасау, суармалы ирригациялық жүйелер құру, құрғақшылықпен күресу, сол меншіктің иелері шенеуніктер, ру тайпа басшылары, хандар, императорлар мен корольдер болды. Яғни үлкен жер иесінің иелері енді канал қазу, қорған салу, бұл үлкен жұмысты қажет етеді. Яғни адамның еңбегін пайдалануды қажет етеді. Ал адамның еңбегін пайдалану адамды жұмысқа мәжбүрлейді. Дауысың дұрыс, мемлекеттің басқару формалары. 3-4 минут уақыт өтті, сіздерге жазыңыздар, қараңыздар деп айттым. Бірінші монархиялық мемлекеттер. Жалпы монархия мемлекеттің басқару формасы дегеніміз не? Сендерге бердік қой. Қолөнершілік қоғамға келдіңіз, колледжге келдіңіз. Сабақта отырдыңыз, сабақ айттыңыз, мұғалім келді, сабағын берді, білімін берді, қайтты. Бірақ ешкім қандай? Сіз барасыз, асханаға барасыз, тамағыңызды ішесіз. Көлікке отырасыз, автобусқа отырасыз, тегін. Үйіңізге барасыз, киіміңіз, дүкеннен киімді аласыз, тегін жүре бересіз. Өйткені өзіңізге қажет. Өркениетін өткенде, жалпы ежелгі өркениеттер өткен кезде, сол кезде де біз қарап өттік қой мемлекеттің басқару формалары, қолөнершілік қоғам мен фараондар туралы тарихын өткен кезде мемлекетті басқарудың бірнеше басқару формасын айттық қой. Естеріңде бар ма? Кім айта алады соны? Айтыңызшы. Мемлекеттің қазіргі формалары. Ежелден бастап қалыптасқан формалар ғой, қазірде бар формалар. Бірнешеуін айттық қой. Айтыңызшы. Монархия, республика, анархия, тирания, теократия, аристократия. Осы 6 түрі бар. Ол мемлекеттің, бұл капитал деген үлкен еңбегінде жаңағы мемлекеттің даму формациясын, қоғамдық даму формациясын көрсетеді. Жаңағы алғашқы қауымдық, жаңа өттік, қолөнершілік қоғам, феодалдық қоғам, капиталистік қоғам, және Маркс өзінің теориясында айтады, соңғы қоғам бұл социалистік